Сәлеметсіздер ме, менің сүйікті көрермендерім. Бүгін мен сіздерге жылдам 10 минутта пісетін түскі асты әзірлеймін. Бұл ас денсаулыққа пайдалы жаңағы ас болады. Олай деп айтатын себебім, ол тек қана көкөністерден тұрады. Бұл неге жуа, мінекей, не болмаса пияз дейміз, ақ жуа, және 3-4 картошка, бір сәбіз кетеді, және петрушка, ақ желкен, және кішкене капуста кетеді. Бұл нені тағамды мен 2 кісіге дайындаймын түскі асты. Алдымен әдеттегідей біз жуаны турап аламыз. Жуаның жартысын мынандай жарты не қылып турап табадағы қызып тұрған майға саламыз. Одан кейін жартысын бұлай ұзын-ұзын қылып 3-ке бөле саламыз. Бұны дайындап қоя береміз. Одан кейін капустаны тураймыз. Капусталарды біз ірі қылып осындай капуста жапырақтарын, орам жапырақты немесе жаңағы ненің үстіне кастрюльде бұлай қатар-қатарынан несін бұзбай, мынандай қабатын қатарын бұзбай, бұлай қатарластырып қоямыз. Одан кейін тағы да мінекей орам жапырақты, мұны да бұлай бөлеміз де, мынадай қатарын бұзбай, осы күйінде қырынан жаңағы жуанның үстіне әдемілеп орналастырамыз. Одан кейінгі біздің сәбізді мынандай дөңгелек қып, өздеріңізге қалай ұнайды, солай кесуге болады. Оларды да бұлай орналастырасыз ішіне. Қалған сәбізді де бұлай үлкен ірі қылып, өзіңіздің көңіліңізге қалай ұнайды, солай кесуге болады. Некемен тек қана піссе болды. Бұл еркін, осындай ешқандай да ереже жоқ. Жаңағыдай әдемі, дәмді болып піссе болады. Қалған жапырақтарды, қалған мынадай жапырақтарын, бұларды да бұлай қабаттап, әдемі қылып қабаттап, сосын қасына қойып жіберуге болады. Одан кейін біз картошканы да қалыңдау қылып, бұлай мынадай дөңгелетіп, қалыңдау қылып, 1 сантиметр или 70 сондай миллиметр қылып, оны бетіне бұлай төсейміз. Әдемілеп қоямыз. Бетіне әдемілеп қоямыз. Одан кейін жаңағы ұзыннан келінген пиязды да бұлай 3 жерге бетіне орналастырамыз. Ең соңынан көкөністі кейінірек саламыз. Не болмаса бірден де салуға болады. Бұл көп піспейді, бірақ біз кейінірек саламыз көкөністі. Енді бұл тағамның бетіне өлшеммен тұз саламыз. Тұзын көп салмаймыз. Өйткені өздеріңіз білесіздер, тұз адамның денсаулығына аса пайдалы емес. Көп ашығылған тағамды пайдалы емес. Және сонымен бірге біз паприка, қара бұрыш және қызыл бұрышты себеміз. Мынау қызыл бұрыш, мынау қара бұрыш, мынау паприка. Қазір осылардан аздап себеміз бетіне қажетінше.
қатты көп сеппейміз. Кім өзіне қалай ұнайды, ұнайтын болса көбірек себуге болады. Одан кейін қара бұрышты. Қара бұрышты өте жақсы көреміз, сондықтан қара бұрышты тамақтарға көп қолданамыз. Ал паприкадан да бастап салып жібереміз бетіне сеуіп. Содан кейін біз бұның пештің отын 12-ге қоямыз да, бетін қақпағымен жауып қоямыз. 10 минутта бұл ақырын өзі пісіп дайын болады. Тағам дайын болды. Мен 2 тарелкаға салдым. Мінекей, тарелкаға салдым. Өте дәмді, майы қатты көп емес. 10 минутта дайын болды. Мінекей, асқанда, отбасында, шағын отбасында осылай тез ғана тағамды дайындауға болады. Қош сау болыңыздар. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.